Құрметті қазақстандықтар, бүгін біз Алматы облысына қарасты Агрохолдинг Қазына компаниясының шаруашылығына келіп тұрмыз. Микробиология және вирусология ғылыми зерттеу орталығының бас директоры академик 2 мәрте мемлекеттік сыйлықтың лауреаты Амангелді Құрбанұлы Садановтың ұстанымы бойынша ғылыми зерттеу, технологияларды әзірлеу, өндіріске енгізу және коммерциализациялау ұстанымын жүзеге асыру мақсатында осы орталықтың жанынан өнеркәсіптік микробиология заводы жұмыс жасайды. Бұл заводта ой күшімен жасалған, Қазақстанда өндірілген ауыл шаруашылығы саласы бойынша, медицина саласы бойынша және қоршаған ортаны қорғау саласы бойынша биопрепараттар дайындалады. Бұл жерде айта кететін тағы бір ерекшелік, біздің осы өнеркәсіптік микробиология компаниясы ғылыммен ұштастырған, яғни ғалымдардың 30 жылдан астам жасаған жұмыстардың нәтижесінің негізінде дайындалады біздің препараттардың барлығы. Агрохолдинг Қазына компаниясының басшысы, елге танымал Алмасбек Садырбаев мырзамен сұхбат жүргіземіз. Сұхбат жүргізу кезінде ол кісіден өзінің осы шаруашылығындағы танымал асыл тұқымды емшер қой дамыту, көбейту мақсатында шаруашылығы жүргізеді. Ол кісі өткен жылдан бастап біздің осы өнеркәсіптік микробиология компаниясында дайындалған ауыл шаруашылық малдарына, олардың төлдеріне арналған полилактавит дәрісін, пробиотигін өздерінің төлдеріне қолданып келе жатыр. Былтыр емдік мақсатта қолданған, биыл алдын алу профилактика жөнінде. Бар жерде ол жақсы зиянды микробтар, бактерияларда микробтары болады, пайдалы да болады. Сондықтан бұл қойдың жүрген жерінде өзіне лайықты инфекциялар болады, ауру тудырғыш. Ірі ересек қойлар оған төзімді, иммунитеті бар да. Енді өмірге жаңадан келген таза қозылар өмірге келгенде ол жаңағы анасының емшегінде болады, немесе қораның ішінде болады. Соған олар бейімделмейді да, пайдалы нелері микробтар төмендейді да, содан іш процесінде іште жаңағыдай іш өту қобалжу нелері болады, процестер. Біздің үйде де қойлар болды. Бірақ ешқашан өстіп осы нәрсе істемейміз. Ол өзінен өзі айту, іші өтіп шығын болады ғой. Оны есептемейді. Бізде енді қазақшылығымызға басамыз. Міне, қазір тіпті жұттан қырылып отыр ғой Маңғыстауға. Енді Құдай берді, салды, болды енді дейді. Ал басқа елде ондай деген трагедия, драма болады. Үкімет тауып тастайды ондай үшінші. Ол біздің қазақбайшылық әдісіміз, оған салуға болмайды. Заманауи бізде элементарный дүниелер, эффективность деген жоқ. Бұрын даже былай ғой енді, жағы Совет одағы кезін айтып атсын, одан кейінгі сол кезде өкіметтің малы деген болатын. Өлген қозыны соған апарып тастайды да өзіне тірі қозы алып алады. Ол өзінің жағдайын шешті, но ол жалпы қазақ елінің экономикасын бұзды ғой. Бұзды. Ал қазір енді капитализм ғой. Сіздің әрбір туылған қозы, мысалға сізге 500 теңгеге бер десем бермейсіз. Бір қозыға біздікі мына осы препарат 70 теңге шығын болады. Кезінде қойды 2,5-ға беретін. Ассалаумағалейкум, қалыңыз қалай? Так, біздің Серік аға, лабораториямыздың басшысы, руководитель. Енді Серік аға, мынаны сізге тапсырамын. Мынау полилактавит деген жаңа туған қозыларға қазір сақман басталғанда соларға беретін дүние. Мынау біздің самый красавчик, топ. Біздің өзіміздің таңдап алған элита қошқарымыз. Бұны біз 1000 бастың ішінен таңдап алдық. 70 па? 77 бас қошқар шығардық. Қазір біз соның ұрықтарын алып жатырмыз. Криоконсервация жасап жатырмыз. Ұрық алу процесі ана жерде жүріп жатыр. И осылардан біз бүгінгі күнге қанша ұрық дайындадық уже? 20 мыңға жуық. 20 мың? 20 мыңға жуық ұрық дайындадық. Жастары қай жаста?
Мыналар ма? Бұлар 2 жастан жоғары бәрі. 2-3 жас. Мына Қошқар қазір. Мені жібер, мен дайын деп тұр әне. Давай, дайынсың ба, точно? А? Шығарайық ба? Болды ма? Ал, мені іліп алып кетпей ма? Қойыңдар. Активный. Пісіп тұр ғой, пісіп тұр. Ерді ма? Қайсы ұрықты көрсет? Әне мынау берген ұрыға. Әне мынау берген ұрыға. Мынау уже 2-ші ұрық па? Енді осыған тағы да алып кеп қоссақ деп жүрміз. Енді шетелден тағы да бір 4-5 порода алып келу керек. Соның ұрығын жағы нету керек. Жинап, Қазақстан бойынша таратамыз. Сөз орайында айта кетейін. Алмасбек мырза, мына жерде бентабак деген бар. 2-ші препаратымыз. Бұл жаңағы осылардың толық қанды асқазанында процестер жақсы жүріп, өзіне бойына күш қуат жинайтындай не береді? Дәрумен беретін препаратымыз бар. Биологиялық. Премикс, биологиялық. Яғни басқа премикстерден оның айырмашылығы, бұл жерде бактериялар бар. Бактериялар ас қорыту процесіне қатысады. Соны белсендіреді. Давайте біз сіздермен тәжірибе жасап көрейік. Жаңағы соларды нетіп, біздің ұрықтың көлемін тексерейік. Одан кейін насколько изменится. Бізде 10-15 күннен кейін өзі белгілі болады. Эффект берді ма, бермеді ма? Витамин B12 это устойчивость организма, иммунитет организма. Ол именно тоғышөкте құралады. Жоқ, қараңыз, мынау B12 синтездейді. Именно біздің бактерия синтездейді. Ішінде, организм ішінде синтездейді. Хорошо. Мынау өзіміздің жағы қолымыздан келгенше өкіметтен бір тиын алмай, өзіміздің қолдан келгенше жасаған лабораториямыз. Жаңағы ұрықты криоконсервациялау азотпенен. Мына жақтан қазір міне кірет, мына жерде қыздар дайындайды. Мына жақта жаңағы міне жігіттеріміз ұрықты нетіп жатыр, қиып жатқанын қараңыздар. Анық уже, да? Ага, мощно. Файт. Заморозки енді белгілі болады. Нәтижесін содан кейін көреміз. Бізге сіздерге не керек? Біздің қазір ұрықтың сапасы, өзіңіз білесіз, мұздатқаннан кейін, криоконсервациядан кейін ұрықтар ослабиться етеді. Жағы өледі, сонысы жоғары болады. Плюс оғанға дейінгі ұрықтың сапасы. Ол организм болғаннан кейін, күнделікті ұрық алғаннан кейін қошқарлардың несін етеді? Иммунитет төмендейді. Ас қорыту процесстарында жағы небір дүниелер болады. Витаминдар керек болады. Өте көп витаминдар. Біз небір жағы айттым ғой, компаниялардың арнайы жемдерін алып беріп жатырмыз, бірақ өзімізге тиісті нәтиже алған жоқпыз. Сондықтан сіздердің тарапынан бізге осындай бір өнім жағынан берсеңіздер, біз жағы соны қолданып көрер едік. Жақсы. Енді осы ұсынамыз бентабакты. Осы мал азықтық, ол басқа премикстерден артықшылығы
бұл жерде құрамында бактериялар бар. Бактериялар именно осы керекті витамин 12-ні синтездейді организмнің ішінде процестерге. Сосын ас қорытуын жақсартады да, сол арқылы өзінде құрамындағы макро-микроэлементтерді денесіне сіңдіреді. Ірі азықтарды тез қорытуға жұмыс жасайды, белсендіреді. Микробио деген қазір брендпен шығып жатыр, иә. Біз былтыр бірінші рет көрдік. Көргенімізде былтыр да қыс қолайсыз болды. Біз шын айту керек, өзіміздің 30% төлімізден айырылдық. Сол жерде енді шын айту керек, састық қой, не жасаймыз деп, сол кезде өздеріңізге шығып, хабарласып, алдырып, сонымен енді қалған малымыз алып қалдық. Өйткені ана 6 күнгі боранда бүкіл қозылардың денсаулығы кетті, ақау шықты. Вот, шын ғой, сенің көкелерің сондай болған. Шету процесс. Енді қазір біз биылғы жылға міне бірінші сақманымыз енді басталады, 500 басқа алдырып жатырмыз. Артынан тағы қосымша аламыз. Мына қозыларға әдейі соны береміз. Не үшін бересіз? Енді іш қорыту процестері барлығы денсаулығындағы дәрумендер, иммунитетін көтеру үшін. Ал міне мыналарға бердік. Мыналар міне бізде қыста арамызда туғандар, мыналар туды бізде қайда? Анау декабрлерде туды. Мынаған 1 ай болды. Мынаған 1 ай болыпты. Міне біз бұларға бердік, чтоб қыстан аман алып қалу үшін. Реклама деп. Осы міне полиактеид деп аталады. Но енді басқа елге просто хабарлама. Қараңыздар, мынау декабрьдікі, мынау февральдікі. Февральдікі міне декабрьдікін қуып жетіп қалды. Просто енді әгі кейде айтады ғой, декабрьде тудырғанда оның жағдайын жақсылап жасамаса, көктемдегі қозы озып кетеді деген бізге нақты дәлел болып тұр. Дұрыс айтасыз. Бұл енді қалған елге жай ақпарат. Бұларға да осы полиактеидті бердік. Саған неше рет берді? 2 рет па, 3 рет па? Соны бердік, енді сонымен иммунитетті көтеру керек. Өйткені қоршаған орта деген өзгеріп жатыр. Кейде айтады, бабаларымыз бұрын бермеген деп. Ол кезде жағдай басқа болған, Қазіргі былтырғы адамның экологиялық жағдай, былтырғы шыққан аурулар біреу коронавирус, ковид, соның бәрі жаңадан шығады. Бұл табиғатта да сондай жаңадан инфекциялар, вирустар шығады. Сондықтан біз қосуымыз керек. Өйткені бұл дегеніміз экономика. Әрбір қозы күзде 30 мың, 40 мың теңге. Мынаның бір қозыға бергенің 70 теңге ғой. 70 теңге шығыны. 70 теңге шығын, но бірақ сен ана қозыңды аман алып қаласың. Сондықтан да қолданыңыздар, көріңіздер. Міне біз уже бірінші жыл емес, міне 2 жыл дүркін істеп жатырмыз, жұмыс жасап жатырмыз. Алдын алу үшін. Сіз алдында дәрілік, емдік қасиетті алдыңыз, енді алдын алу, профилактика. Бізде былтыр именно емдеу үшін. Енді қойшыларда малмен мақтанады ғой. Ой, менің қошқарым, ой, менің нем деп, Қарапайым мысал, мынаған 1 айлық дедің ғой. Мынау 1 айлық. Қазір негізінен салмағын өлшеп көрсек, шамаменен 22-23 килограмм береді. Тірі салмаға. Тексеруімізге болады. Мен енді на взгляд айтып отырмын да. Мына қозы туғанда шамамен 5 килограмм болып келді. То есть 1 айда қосқан салмағы 17 килограмм. 1 айлық нәтиже, айырмашылығы. Все. Енді полиактеид ішкеннен кейін вообще жақсы болып кету керек. Сондықтан рахмет. Енді Қазақстанның ғалымдары осындай шығарып жатқанға біз әрине қуанамыз. Осылай қолдаймыз да. Жақсы. Жақсы.